Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын лекциямыз, тақырыбымыз ол фармакологияға кіріспе. Ең бірінші сұрақ, фармакология дегеніміз не және фармакология нені зерттейді? Грек тілінен аударғанда фармакон дәрі және логос ілім деген сөз. Сонда фармакология ол дәрілік заттардың организммен өзара әрекеттесуі туралы ғылым. Фармакологияның бірнеше тармағы бар. Солардың бірі фармакотерапия. Фармакотерапия бұл дәрі-дәрмектерді қолдану арқылы ауруларды емдеу, диагностикалау немесе алдын алумен айналысатын медицина саласы. Екінші фармакологияның бір саласы ол клиникалық фармакология. Бұл дәрі-дәрмектерді клиникалық қолданудың тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыру үшін дәрі-дәрмектердің адам ағзасына әсерін ғылыми негізде зерттейтін медициналық пән болып табылады. Енді келесі сұрақ, дәрілік форма дегеніміз не? Дәрілік затқа немесе дәрілік өсімдік шикізатына берілетін қажетті емдік әсерге қол жеткізетін қолдануға ыңғайлы форма. Мысалы, егер біз өсімдіктен арнайы бір фармакологиялық әсері бар шикізатты бөліп алатын болсақ, ол қолдануға ыңғайсыз. Бірақ сол шикізаттан біз кейін таблетка жасай аламыз, ерітінді жасай аламыз, немесе жақпамай жасай аламыз. Осы дәрілік формалар пациентке, адамдарға қолдануға өте ыңғайлы, сондықтан олар дәрілік форма деп аталады. Кез келген дәрілік форма мұнда берілген, өздеріңіз қарап тұрғанда екі заттан тұрады. Ол негізгісі активті зат және қосымша заттар. Активті зат дегеніміз не? Орысша айтқан кезде ол действующее вещество. Сонда активті зат дегеніміз арнайы фармакологиялық әсері бар, немесе емдік әсері бар зат. Ал қосымша зат дегеніміз ол келесі слайдта берілген. Мысалы, қосымша заттарға жатады бояғыш заттар, тәттілендіргіштер, ароматизаторлар, антиоксиданттар, консерванттар, қоюландырғыштар, байланыстырғыш заттар жатады, еріткіштер, лубриканттар және иіс беретін заттар, парфюмерия жатады. Мысалы, егер біз бір таблетканы алатын болсақ, ол таблетка қызыл болуы мүмкін, жасыл болуы мүмкін, әртүрлі түсті болуы мүмкін. Осы түс беретін ол бояғыш заттар. Сосын кейбір препараттар, мысалы, қант қосылады, сироптарға қант қосылады. Ол қант ешқандай организмде фармакологиялық әсер жоқ, емдік әсер жоқ, бірақ қосымша зат болып табылады. Мысалы, балаларға берілетін көптеген қызуды басатын жаңағы сироптар қант арқылы тәттілендіріледі. Немесе ароматизаторлар, антиоксиданттар, мысалы, солардың барлығы қосымша заттар болып табылады. Енді дәрілік заттар неден жасалады? Дәрілік заттар жануарлардан алынуы мүмкін. Мысалы, инсулин, гепарин, гонадотропин деген дәрілік заттар жануарлардан алынады. Сосын келесі дәрілік заттар ол минералдардан алынуы мүмкін. Мысалы, сұйық парафин, темір сульфаты, магний сульфаты және тағы басқа. Осы препараттардың барлығы минералдардан алынады. Және микроорганизмдерден де алынуы мүмкін. Мысалы, пенициллин. Пенициллин дегеніміз ол негізі саңырауқұлақ, бір жасушалы саңырауқұлақ. Бірақ осы пенициллиндерден біз антибиотиктерді аламыз. Оны ең бірінші ашқан ғалым Александр Флеминг. Одан басқа да микроорганизмдер түрлері бар. Олар стрептомицин, эритромицин деген мысалы препараттар басқа микроорганизмдерден алынады. Және адамдардан да препараттар алынуы мүмкін, дәрілік заттар. Мысалы, қандағы иммуноглобулиндер және өсу гормоны гипофиздің, жүкті әйелдердің зәрінен алынатын хорионикалық гонадотропин, осы препараттар адамдардан алынады. Және одан бөлек негізінен көптеген препараттар қазіргі кезде олар синтетикалық қосылыстар. Мысалы, аналгетиктар, аспирин, мысалы, парацетамол, немесе микробқа қарсы препараттар, синтетикалық микробқа қарсы заттар, ұйықтататын дәрілер, ісікке қарсы препараттар және тағы басқа. Синтетикалық қосылыстар өте көп және препараттар синтетикалық қосылыстар алатын тоже өте көп. Және гендік инженерия арқылы да алуға болады. Оған адам инсулині, өсу гормоны және тағы басқалар жатады. Келесі тәсіл ол гибридома технологиясы. Мысалы, моноклоналды антиденелер қазіргі кезде гибридома технологиясы алынады. Және келесі ең негізгі топтардың бірі ол өсімдіктер. Өсімдіктерден көптеген препараттар алынады. Солардың бірі дикоксин, атропин, морфин деген секілді препараттар. Енді келесі слайд.
оригинал немесе дженерик. Препараттар өзі екіге бөлінеді. Оригинал препараттары бар және дженерик препараттар бар. Осы екі топтың айырмашылығы неде? Оригинал препараттар дегеніміз оригинал препарат дегеніміз не? Оригинал препарат бұл ұзақ мерзімді клиникалық зерттеулерде дәлелденген, белгілі бір ауруға әсер ететін, патенттелген молекулаға негізделген және оған дейін аналогтар жоқ жаңа дәрі-дәрмектерге қатысты қолданылатын халықаралық термин. Мысалы, бір компания жаңа бір өсімдіктен болсын, жануардан болсын, бір молекуланы бөліп алып, сол молекуланың емдік фармакологиялық қасиетін дәлелдеп, көптеген зерттеулер өткізетін болса, және ол жаңағы молекуланың бұған дейін ешқандай аналогтары болмаса, сол компания сол молекуланы патенттеп, содан кейін сол молекула арқылы кейін препарат шығарады. Осы препарат сол компанияға тиесілі оригинал препарат болып табылады. Оригинал препараттың патенті компания негізінен 20 жылға шейін сақталады. 20 жылдан кейін басқа компаниялар сол формуланы алып, сол молекуланы алып, өз басқа компаниялар тоже дәл сондай препарат шығара алады. Сол препараттар бұлар дженериктер деп аталады. Сонда дженериктер дегеніміз бұл дозасы, қолданылуы, әсерлері, жанам әсерлері, қабылдау әдісі, қауіпсіздігі мен патенттігі бірдей оригинал препараттардың көшірмелері. Айырмашылығы неде? Екі топ препараттарында да, оригинал және дженерик препараттарда да активті ингредиент бірдей болады. Ешқандай айырмашылық жоқ. Бағасына келетін болсақ, оригинал препараттар кішкене қымбат болуы мүмкін, дженерик препараттар негізінен арзан келеді. Және қосымша заттарға келетін болсақ, жаңа алдыңғы слайдта айтқандай, дәрілік формалар активті ингредиент және қосымша заттардан тұрады. Ол қант, бояғыштар, тәттілендіргіштер. Қосымша заттарда айырмашылықтар болуы мүмкін, және дәрінің формасында, дәрінің түсінде, дәрінің түрінде айырмашылықтар болуы мүмкін. Бірақ дозасында, дәрінің жаңағы күштілігінде, патенттілігінде ешқандай айырмашылықтар болмау керек. Енді дәрілік заттардың атауы, негізі кез келген дәрілік заттың 3 атауы болады. Бірінші атауы ол химиялық атауы. Химиялық атауын дәрігерлерге есте сақтауға міндетті емес, өйткені бұл өте қиын есте сақтау, және бұны көбінесе фармацевттер есте сақтайды, фармкомпаниялары жұмыс жасайтын. Мысалы, мына жерде бірінші препарат берілген, химиялық атауы өте ұзақ. Бірақ бұл препараттың халықаралық екінші атауы, ол халықаралық патенттелмеген атауы, халықаралық атауы, немесе орысша международный название. Ол диазепам. Бүкіл мемлекетте ол диазепам деп аталады. Америкада да, Европада да, Африкада да барлығы диазепам деген атпен осы препаратты таниды. Бірақ одан бөлек, осы препаратты шығаратын компаниялар, фармкомпаниялар осы препаратқа өзінің атауын бере алады. Мысалы, диазепамның коммерциялық атауы, үшінші атау ол коммерциялық атау. Ол коммерциялық атау дегеніміз фармкомпания берген атау. Ол реланиум. Реланиум, диазепам екеуі бір препарат. Сонда диазепам дегеніміз ол халықаралық патенттелмеген атауы, ал реланиум осы препараттың коммерциялық атауы. Мұнда неде берілген? Мысал берілген. Енді екінші мысал, химиялық атауы 2 ацетоксибензой қышқылы. Бұл химиялық атауы. Енді халықаралық атауына келетін болсақ, ол ацетилсалицил қышқылы немесе аспирин, сіздер білетін. Және коммерциялық атауы, бұл препараттың коммерциялық атауы өте көп, солардың бірнеше ол тромбопол және кардиаск. Мына жерде берілген, мысалы тромбопол, ол тромбопол дегеніміз осы аспириннің, ацетилсалицил қышқылының коммерциялық атауы. Енді дәрілік формалардың түрлері. Дәрілік формалар олар енгізу тәсіліне байланысты бірнеше топтарға бөлінеді. Мысалы, энтеральды енгізу, ол ауыз арқылы немесе сублингвальды. Мына жерде көріп тұрғандай оральды, сублингвальды. Одан кейін парентеральды енгізу жолдары. Парентеральды ол инъекциялар барлығы мына жерде берілген. Ол көк тамырға, бұлшықетке, тері астына немесе тері ішіне. Және одан бөлек басқа да енгізу жолдары бар. Мысалы,
ректальды немесе вагинальды свечалар, суппозиториялар мына жерде көрсетілген. Немесе ингаляция немесе аэрозолдар жатады. Жергілікті крем, майлар теріге немесе отикалық, мысалы құлаққа, офтальмикалық көзге, назальды мұрынға тамызатын тамшылар. Енді парентеральды енгізу жолдары, мысалы жаңа айтып өткендей, бұлшықет ішіне 90 градуста енгізіледі, бұлшықетке, және тері астына 45 градуста енгізіледі, және көк тамырға 25 градуста енгізіледі, және тері ішіне 10-15 градуста енгізіледі. Енді парентеральды енгізу жолдарының артықшылықтары мен кемшіліктері. Бірінші, дәрілік заттың әсері тез басталады, артықшылықтарына. Төтенше жағдайлары қолдануға тиімді. Екінші, ес-түссіз жатқан пациенттерге қолданылады. Себебі ес-түссіз жатқан пациенттерге біз таблетканы аузына салып күтіп отыра алмаймыз, олар жұта алмайды. Сондықтан парентеральды енгізу жолы тиімді болып табылады. Және құсу және диареямен ауыратын науқастарға осы парентеральды жол арқылы енгіземіз. Және кейбір препараттар ауыз арқылы қабылдаған кезде асқазан ішек жолдарын тітіркендіреді. Сондықтан сол препараттарды парентеральды енгізген дұрыс. Және асқазан ішек жолдарында сіңірілмейтін дәрілік заттар. Мысалы, аминогликозидтер деген антибиотиктердің тобы бар. Осы топ таблетка ретінде егер қабылдайтын болса, ол асқазан ішек жолдарына сіңірілмейді. Сондықтан осы топтың препараттары тек қана парентеральды енгізіледі. Енді кемшіліктеріне келетін болсақ, тағы да бір артықшылығы, ол ас қорыту сөлдерінен жойылатын заттар. Мысалы, кейбір препараттар асқазанға барған кезде асқазанда жаңағы асқазан сөлінің әсерінен, тұз қышқылының әсерінен әсері жойылады. Сондықтан осы препараттарды тоже парентеральды енгіземіз. Енді кемшіліктері. Асептикалық жағдай талап етеді. Асептика, антисептика шаралары сақталуы тиіс. Екінші, арнайы маман талап етеді. Егер біз парентеральды енгізетін болсақ, ол пациент өз-өзіне жаңағы көк тамырға немесе бұлшықетке инъекцияны енгізе алмайды. Сондықтан арнайы медициналық білімі бар, медбике немесе дәрігерді талап етеді. Препарат стерильді болу керек, себебі біз оны бұлшықетке, көк тамырға енгізгендіктен препарат таза стерильді болу керек. Осын келесі кемшілігі, ол инъекция орнында ауырсыну болуы мүмкін, қабыну, басқа да реакциялар дамуы мүмкін. Нервтерге, тамырларға және тағы басқа тіндерге жергілікті зақым келтіру мүмкін. Ең негізгі артықшылықтары мен кемшіліктері осы. Енді келесі енгізу жолы, ол оральды енгізу. Оральды енгізу жолдарының артықшылықтары мен кемшіліктері. Бірінші артықшылығы, ол парентеральды жолмен салыстырған кезде қауіпсіз, ауыртпалықсыз, ауырмайды. Өйткені парентеральды енгізген кезде инъекция орнында ауырсыну сезімі болуы мүмкін. Және бірнеше рет және ұзақ мерзімді пайдалану үшін өте ыңғайлы. Кейбір пациенттер, мысалы, 3 ай, 6 ай, 1 жыл бойы препараттарды қабылдайды. Егер 1 жыл бойы қабылдайтын болса, ол препараттарды таблетка ретінде қабылдаған өте ыңғайлы. Ал инъекция ретінде қабылдайтын болса, ол 1 жыл бойы пациент инъекциядан қабылдайтын болса, ол өте күшті жаңа мәселелерге алып келеді. Және пациент өзі қабылдай алады. Мысалы, парентеральды жолмен салыстырған кезде, парентеральды кезінде бізге медбике керек, арнайы маман керек, ал оральды жолда пациент өзі ешкімнің көмегінсіз қабылдай алады. Енді кемшіліктері. Жағымсыз дәм және тітіркендіргіш препараттар. Кейбір препараттардың дәмі жаңағы өте жағымсыз болады, сондықтан осы кемшіліктеріне жатады. Сосын кейбір препараттар сіңірілмейді, жаңа айтып өткендей, аминогликозидтер асқазан ішек жолдарында сіңірілмейді, тек қана парентеральды енгізіледі. Кейбір препараттар ас қорыту сөлдерімен жойылады, жаңа айтып өткендей. Мысалы, инсулин асқазан ішек жолдарында, асқазанда тұз қышқылының әсерінен әсер жойылады, сондықтан инсулин тек қана парентеральды енгізіледі. Ес-түссіз жатқан науқастарға біз дәріні оральды бере алмаймыз, тек қана парентеральды енгіземіз.
және құсу және диареямен ауыратын науқастарға оральды препараттарды бермейміз. Және оральды енгізудің ең негізгі кемшілігі ол әсері өте баяу, сондықтан төтенше жағдайларда біз оральды препараттарды бермейміз. Біз төтенше жағдайлар кезде парентеральды енгіземіз. Егер пациент мысалы қолын сындырып, аяғын сындырып, өте күшті ауырсыну сезімінен зардап шегіп жатса, біз ол кезде препаратты беріп күтіп отырмаймыз. Біз бірден бұлшықетке немесе көктамырға препаратты береміз, себебі парентеральды жолдың әсер етуі өте жылдам. Енді дәрілік формалардың түрлері. Дәрілік препараттар физикалық формасына байланысты өзі қатты, жұмсақ, сұйық және газ тәрізді бөлінеді. Солардың ішінде қатты дәрілік заттарға жатады, таблеткалар жатады, капсулалар жатады, ұнтақтар жатады және дрожжелер жатады. Енді таблеткаларға келетін болсақ, таблеткалардың өзінің артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Таблеткалардың артықшылықтары ол максималды мөлшерлеу дәлелдігін қамтамасыз етеді. Екінші артықшылығы пациенттер үшін қолдануға ыңғайлы. Және басқа дәрілік формалармен салыстырған кезде өндіріс қарапайымдылығы және ұзақ уақыт сақтауға болады. Енді кемшіліктері бұл нашар сіңірілетін заттардың нашар биожетімділігі. Биожетімділік дегеніміз не? Биожетімділік дегеніміз пациент препаратты ауыз арқылы қабылдағаннан кейін ол препарат 100% қанға сіңірілмейді. Оның бірнеше пайызы ішектен сіңірілмейді. Және сіңірілген препарат бауырға барғаннан кейін бауырда бірнеше пайызы бауырдың ферменттері арқылы инактивацияланады. Содан кейін ғана белгілі бір мөлшері, белгілі бір пайызы қанға түседі. Сол қанға түскен дәрілік препараттың пайызын біз биожетімділік деп айтамыз. Егер пациент 100 мг таблетканы қабылдайтын болса, 100 мг жаңағы активті заты 100 мг-нан тұратын препарат қабылдайтын болса, ол 100 мг-нің тек 60 мг немесе 70 мг орталық үлкен қан айналым шеңберіне түсуі мүмкін. Сол үлкен қан айналым шеңберіне түскен дәрілік заттың пайызы биожетімділік деп аталады. Таблеткалар жаңағы парентеральды енгізумен салыстырған кезде биожетімділігі төмен болады. Кейбір препараттар жергілікті асқазан ішек жолдарының шырыштық қабатын тітіркендіреді. Таблеткалар кемшілігіне жатады. Және жас балаларға және кәрі кісілерге, 70-тен 80-ден асқан кәрі кісілерге жұтуға ыңғайсыз. Мысалы, егер бала 8 айлық болатын болса, 6 айлық немесе 1 жаста болатын болса, олар дұрыстап жұта алмайды, және таблеткаларды біз осы кезде балаларға бермейміз. Және төтенше жағдайларда таблеткалар бере алмаймыз, себебі әсері өте баяу басталады. Сондықтан көктамырға немесе бұлшықетке енгізген тиімді. Енді ұнтақтар. Ұнтақтар да осы қатты заттарға жатады. Олардың артықшылықтары сыртқа және ішке пайдалануға болады. Таблеткалармен салыстырған кезде таблеткалар тек қана ішке қолданылады, ал ұнтақтар сыртта егер бір инфекция, жара болатын болса, ұнтақты теріге де қолдануға болады. Сұйықтықпен салыстырған кезде жақсы химиялық тұрақтылық. Келесі артықшылығы ол әсер етуі жылдам басталады. Таблеткалармен салыстырған кезде әсер етуі жылдам. Жұтуға оңай таблеткалармен салыстырған кезде. Және балалар мен егде жастағы науқастарға қолдануға ыңғайлы. Кемшіліктері препараттың жағымсыз дәмі. Мысалы, таблетканы алатын болсақ, таблеткалар қазіргі кезде сырты қантпен қапталады, сырты басқа заттармен қаптауға болады, дәмін жасыру үшін. Ал ұнтақтардың дәмін жасыру мүмкін емес. Келесі кемшілігі ол пациенттер қолданудың дұрыс әдісін дұрыс түсінбеуі мүмкін. Мысалы, егер сіз ұнтақты пациентке тағайындайтын болсаңыз, ол пациент оны қалай дұрыс қабылдауын білмеуі мүмкін. Егер ол ішуге арналған ұнтақ болса, пациент оны иіскеуі мүмкін. Егер иіскеуге арналған ұнтақ болатын болса, пациент оны ішуі мүмкін. Немесе теріге арналған болса, пациент оны ішуі мүмкін. Сондықтан ұнтақтарды біз пациенттерге тағайындаған кезде қалай дұрыс қолдану керек екендігін айту керекпіз. Енді капсулалар. Капсулалардың бірнеше түрлері бар. Ол қатты капсулалар, жұмсақ капсулалар
спансулалар және микрокапсулалар. Жұмсақ капсулалар өздеріңіз білетіндей, көбінесе витаминдер осы жұмсақ капсулаларда шығады. Витамин А, Е, Д, немесе балықтың майы, рибы жир, омега-3, омега-6, қатты капсулалар. Капсулалардың ішінде ұнтақ болуы мүмкін, микротаблеткалар болуы мүмкін, немесе спансулалар. Және микрокапсулалар мөлшері 1 микроннан 0,2 микронға дейінгі өте кішкентай капсулалар. Енді капсулалардың артықшылықтары мен кемшіліктеріне келетін болсақ, артықшылықтарын жатады. Жағымсыз иісі мен дәм бар заттарды дәмсіз капсулаға салуға болады. Дәмсіз капсулаға салып, сол капсулалардың иісі мен дәмін жасырамыз. Капсулалар асқазан ішек жолдарында қажеттілігіне қарай дәрілік затты босатады. Мысалы, жаңа айтып өткендей, кейбір препараттар асқазанда асқазан сөлінің әсерінен ыдырайды, бұзылады. Сондықтан капсулалар кейбір препараттарды, кейбір заттарды асқазан сөлінен қорғап, ішекке барып ашылады. Осын таблеткаларға қарағанда жақсы биожетімділік және таблеткаларға қарағанда тезірек әсер етеді. Кейбір дәрі-дәрмектер үшін жарықтан қорғауды қамтамасыз етеді. Мысалы, кейбір капсулалар, кейбір препараттар, заттар ол күннің көзінің әсерінен, жарықтың әсерінен формуласы бұзылуы мүмкін, сондықтан капсулалар жарықтан қорғайды. Кемшіліктері: су, спирт ерітінділері сияқты желатинді ерітетін сұйықтықтарға жарамайды. Себебі капсулалар негізі желатиннен жасалынады, көбінесе сосын целлюлозадан да жасалуы мүмкін, бірақ су, спирт секілді ерітінділер олар желатинді ерітеді, сондықтан капсулалардың ішіне спиртті құюға болмайды. Осы спирт су ерітінділері капсулалар жасалмайды. Енді келесі топ ол жұмсақ дәрілік заттар. Жұмсақ дәрілік заттарға жақпа май жатады. Орысша айтқан кезде мазь, сосын крем, паста, гель, суппозиториялар жатады. Суппозиториялар негізінен ол дене температурасында ериді, бірақ бөлме температурасында бұлар қатты заттар. Енді пасталар. Мына жерде берілген цинковая паста 25%. Құрамында ерімейтін заттың пайызы жоғары. Жақпа май мен кремдермен салыстырған кезде пасталардың қатты заттың құрамы пайызы жоғары болады. Және адгезиялық қасиеті жақсы болады, және майлылығы төмен болады. Майлармен салыстырған кезде, және теріде ұзақ уақыт сақталады. Және қалыпты дене температурасында пасталар ерімейді. Және пасталар бас терісінің ауруларын емдеуге жарамайды, себебі шашқа жабысып қалады, шаштан кейін оны жуып кетіру өте қиын болады. Енді суппозиториялар. Суппозиториялар, жаңа айтып өткендей, бөлме температурасында қатты және дене температурасында еритін, дене қуысына енгізу үшін қолданылатын дозаланған жергілікті немесе жүйелік әсерге ие дәрілік формалар. Суппозиториялардың бірнеше түрлері бар. Олар ректальды суппозиториялар, вагинальды суппозиториялар және уретральды суппозиториялар. Мысалы, ректальды суппозиториялар ол геморройды емдеу үшін қолдануға болады. Вагинальды суппозиторияларды сол қынаптың инфекциялық аурулар кезінде қолдануға болады, жергілікті әсерге ие. Немесе ректальды суппозиторияларды жүйелік әсерге, мысалы, температураны түсіру үшін көбінесе балаларда, кішкентай балаларда таблеткалар жұта алмайтын болғандықтан, таблеткалардың орнына біз суппозиторияларды тік ішекке ректальды енгіземіз. Сосын осы суппозиториялар баланың температурасын түсіреді, дене температурасын, сол арқылы жүйелік әсер етеді. Суппозиториялар көбінесе какао майынан жасалады, немесе парафиннен жасалады, себебі какао майы ол дене температурасында еритін қасиетке ие, және парафин тоже дене температурасында ериді. Келесі талқылайтын топ ол сұйық дәрілік формалар. Сұйық дәрілік формалар өзі екі топқа бөлінеді: ішке қолданылатын заттар және сыртқа қолданылатын заттар болып. Сыртқа қолданылатын заттарға ол ауыз қуысын шаятын, жуатын заттар жатады, және теріге арналған лосьондар, және де мұрынға арналған, құлаққа арналған және көзге арналған тамшылар жатады. Енді ішке арналған заттарға ол сироп, барлықтарымыз білеміз. Сироптар дегеніміз қант қосылған сұйық дәрілік заттар.
бұған жөтелге қарсы сироптар, немесе балаларға арналған қызбаны, температураны түсіретін сироптар жатады. Және микстуралар. Микстуралар дегеніміз ол микс деген сөз, аралас деген сөз мағынаны білдіреді. Ол бірнеше сұйық заттардың араласқан түрі. Одан кейін эликсир, одан кейін ерітінді. Ерітінді дегеніміз ерігіш затпен және ерітіндінің қосындысы. Мысалы, бір дәрілік форманы аламыз да, оны сұйық затты ерітеміз. Ерігеннен кейін бізде ерітінді пайда болады. Ерітінділер сыртқа да қолданылады, ішке де қолданылады. Одан кейін суспензия. Суспензия дегеніміз тоже екі заттан тұрады. Мысалы, мына жерде 3 стакан алатын болсақ, мынау бірінші стакан, мынау екінші стакан, мынау үшінші стакан. 3 стаканда да су бар, үшеуінде де су бар. Бірінші стаканға біз 1 қасық тұз саламыз, 1 қасық тұз. Екінші стаканға біз 1 қасық құм саламыз, құм. Үшінші стаканға біз 1 қасық май құямыз, 1 қасық сұйық май. Май деп жазып қояйын. Енді бірінші стаканда тұз салған стакан, тұз еріп кетеді, және тұз жаңа стаканда мүлдем көрінбейді. Егер ерігіш зат ерітіндіде толықтай еритін болса, онда ол сұйық зат ерітінді деп аталады. Ерітінді. Ол сыртқа да қолдануға болады, ішке де қолдануға болады. Екінші, құм салғаннан кейін бұл құм астына барады да тұнба пайда болады. Құм ерімейді суда. Егер ерігіш зат ерітінді ерімейтін болса, онда ол суспензия деп аталады. Суспензиялар ішке де қолдануға болады, сыртқа да қолдануға болады. Бірақ суспензияны қолданылар алдында біз әрқашан жаңағы құтыны шайқау керекпіз. Үшінші, май мен су бір-бірімен араласпайды. Май мынау стаканның үстінде, судың бетінде жиналады. Егер ерігіш пен ерітінді бір-бірімен араласпайтын болса, екі сұйық зат бір-бірімен араласпайтын болса, онда олар эмульсия деп аталады. Эмульсиялар сыртқа да қолдануға болады, және ішке де қолдануға болады. Енді сұйық заттардың артықшылықтары мен кемшіліктері. Ең негізгі артықшылықтары ол жұтуға оңай, балалар мен егде жастағы науқастар үшін қолайлы, таблеткалармен салыстырғанда. Және препараттың сіңуі жылдам, таблеткалармен салыстырған кезде, капсулалармен салыстырған кезде. Және әртүрлі жолдармен енгізуге болады. Ауыз арқылы да ішуге де болады, парентеральды енгізуге де болады, және мұрынға, құлаққа, көзге де тамызуға болады. Өте ыңғайлы. Енді кемшіліктеріне келетін болсақ, сақтау мерзімі төмен, таблеткалармен, қатты заттармен салыстырған кезде. Және сақтаудың ерекше шарттарын қажет етеді. Мысалы, көптеген сұйық заттар, олар күннен қорғалған қараңғы жерде және мұздатқышта, холодильникте сақталуы тиіс. Өзін арнайы сақтаудың ерекше шарттары болады. Ал таблеткалар болатын болса, салқын температураны қажет етпейді. Және тұрақтылығы төмен, және микроорганизмдермен тез ластанады. Көптеген сұйық заттар, парентеральды енгізілетін сұйық заттар барлығы стерильді болады. Сондықтан стерильді болғандықтан олар ашық болатын болса, микроорганизмдермен тез ластанады. Сондықтан ол кемшілігіне жатады. Ластанған сұйық заттарды кейін уже қолдануға болмайды. Ең соңғы талқылайтын топ ол газ тәрізді дәрілік формалар. Оларға жататын аэрозольдар және ингаляциялар. Ингаляцияны барлықтарымыз білеміз. Ингаляциялар негізінен тыныс жолдар ауруларын емдеген кезде қолданылады. Өкпе, хобл немесе астманы емдеген кезде қолданылады, немесе бронхит, көптеген ауруларды емдеген кезде ингаляция ретінде пациенттер дәрілерді қабылдайды. Және аэрозольдар. Аэрозольдардың ингаляциялық түрі де бар. Кейбір аэрозольдар ингаляция ретінде тоже өкпе ауруларын емдеуге қолдануға болады. Және аэрозольдарды жергілікті қолдануға болады. Мысалы, тер аурулары кезінде, тері күйіп қалған кезде аэрозоль арқылы дәріні сол жерге шашуға болады. Немесе тамақ ауырған кезде аэрозоль арқылы шашуға болады.